Ургава салын су басқаннан кейін біздерге үлкен көмек көрсетілуде. Қазақстанымыздың президентінің атынан да және Астана Моторсының атынан да сыйлықтар келіп жатыр. Үйімізді бітіріп алдық. Мынандай жиһаздар беріп жатыр. Рахмет оларға, Алла разы болсын. Апа, жиһазыңыз құтты болсын. Дайындыңыздар, егініңіз пайдаланыңыздар. Рахмет айналайын. Дендерің сау болсын, Алла разы болсын. Бірлік болмай, тірлік болмас. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деп жатады қазақта. Сондықтан біз де қолымыздан келген үлесімізді қосып, осы Мақтаарал ауданының азаматтарына келіп қуаныштарымен бөлісіп жатырмыз.